Ақтауда Атамекен тұрғын үй кешені аяқталмаған объектісі салымшыларының сеніп тапсырылған ақшалай қаражатын иемдену және талан-таражға салу фактісі бойынша Багис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшылығына қатысты қылмыстық істің тергеуі жалғасуда. Тергеу барысында серіктестік директоры 2017 жылдың наурызы мен 2022 жылдың қыркүйегі аралығында тұрғын үй кешенінің құрылысын аяқтау сылтауымен 119 үлескердің ірі көлемде 400 миллион теңгеге жуық ақшалай қаражатын иемденген анықталды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысына қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қосымша сот сараптамаларын жүргізу күтілуде. Оның нәтижелері бойынша күдіктінің іс әрекеттеріне түпкілікті құқықтық баға берілетін болады. Қылмыстық процесстік кодекстің 201 бабының талаптарына сәйкес тергеу мүддесінде өзге ақпарат жария етілуге жатпайды.